Саламатсыздарбы студенттер. Бүгүнкү сиздермен өтүлетін жаңа тақырыбымыз спортшының өзін өзі бақылауы. Спорттағы ең маңыздылардың бірі спортшының өз ағзасын психологиялық жағдайын және жұмыс қабілетін бақылау. Бұл бақылау өзін өзі бақылау деп аталады. Өзін өзі бақылау спортшының өз ағзасында болып жатқан өзгерістерді, жаттығу мен жарыс барысындағы күйін, физикалық және психологиялық жағдайын жүйелі түрде бақылап бағалау үдерісі. Бұл жаттығу процесінде шамадан тыс жүктеме мен шаршаудың алдын алып, спорттық нәтижені тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Дұрыс жолға қойылған өзін өзі бақылау спортшыға өз мүмкіндігін нақты бағалауға, ағзаның әлсіреу немесе артық күш түсу белгілерін ерте анықтауға көмектеседі. Өзін өзі бақылаудың мәні мен мақсатына келетін болсақ, өзін өзі бақылаудың басты мақсаты ол спорттық жүктемелердің ағзаға әсерін анықтап, спортшының функционалдық жағдайын бақылау арқылы денсаулықты сақтау және нәтижелілікті арттыру. Маңыздылығына келетін болсақ, маңыздылығы яғни жаттығу процесін тиімділігін арттырады, артық жүктеме мен қажуды ерте анықтайды, қалпына келу жылдамдығын арттырады, психологиялық тұрақтылық пен өзіндік тәртіпті дамытады және денсаулық пен ұзақ спорттық өмірді қамтамасыз етеді. Өзін өзі бақылаудың түрлеріне келетін болсақ, өзін өзі бақылаудың негізгі екі түрі бар. Олар субъективті өзін өзі бақылау және объективті өзін өзі бақылау. Субъективті өзін өзі бақылау, яғни бұл спортшының өз денсаулығы мен көңіл күйін ішкі сезім арқылы бағалануы. Мысалдар: жалпы көңіл күй, ұйқы сапасы, тәбет, қажау дәрежесі, жаттығуға деген ынта мен ниет, эмоциялық тұрақтылық, күйзеліс деңгейі, ауырсыну, бас айналу, әлсіздік сияқты белгілер. Спортшы күн сайын таңертең және кешке өз жағдайын 1 мен 5 балдық шкала бойынша бағалай алады, яғни 1 ол өте нашар, 5 өте жақсы деген сияқты. Объективті өзін өзі бақылау бұл нақты өлшеу мен құралдарды пайдалану арқылы алынған мәліметтер. Пульс, яғни жүрек соғу жиілігі жаттығу алдында, кейін және таңертең өлшенеді. Қан қысымы, дене салмағы мен дене құрамы және тыныс алу жиілігі мен өкпенің тіршілік сыйымдылығы және жаттығудан кейін қалпына келу уақыты. Өзін өзі бақылау күнделігі атап өтетін болсақ, күнделікті бақылау нәтижелерді жазу өзін өзі бақылаудың негізгі құралы. Күнделік спортшы мен жаттықтырушыға жүктеме әсерін талдауға мүмкіндік береді. Күнделікте енгізілетін деректерге келетін болсақ, ұйқы ұзақтығы мен сапасы, таңертеңгі көңіл күй мен шаршау деңгейі, пульс өлшеу, тәбет пен ас қабылдау сапасы, дене салмағы, одан кейін жаттығу барысындағы сезімдер, қалпына келу жылдамдылығы, жалпы осыларды күнделікті жазып отыруға болады. Өзін өзі бақылаудың негізгі әдістері, яғни 4 әдістері бар екен. Олар физиологиялық әдістер, психологиялық бақылау, биохимиялық бақылау және субъективті бағалау шкалалары. Физиологиялық әдістерге келетін болсақ, оларға пульс өлшеу, таңертеңгі пульс, яғни 10-15 соққыға артса, бұл артық жүктеменің белгісі. Қан қысымын бақылау, яғни тұрақты жоғары қысым шамадан тыс жүктемені көрсетеді. Тыныс алу жиілігі қалыпты жағдайда 14-18 рет минутына тыныс алу керек болып табылады. Психологиялық бақылауға келетін болсақ, эмоциялық фон мен ынтаны бақылау. Күйзеліс пен мазасыздық деңгейі. Жарыс алдындағы уайым және өзін өзі сендіру қабілеті. Биохимиялық бақылау, яғни қандағы сүт қышқылы, гемоглобин, тестостерон және кортизол деңгейлері зерттеледі.
Бұл мәліметтер жүктеме мен қалпына келу процестерін нақты бағалауға мүмкіндік береді. Субъективті бағалау шкалаларына келетін болсақ, Борг шкаласы, яғни 1 мен 10 спортшының субъективті күш жұмсау дәрежесін анықтайды. Яғни 1 мен 3 ол жеңіл, 4 пен 6 орташа, 7 мен 10 өте ауыр жаттығу болып табылады екен. Өзін өзі бақылаудың спорттық жетістіктері әсері. Жаттығу оңтайландыру, деректер арқылы жүктемені реттеу мүмкіндігі пайда болады. Қалпына келуді жеңілдету, яғни ұйқы, тамақтану, су балансын түзету арқылы жарақаттардың алдын алу, ағзаның шаршау белгілерін ерте тану. Психологиялық дайындық, яғни өзін өзі талдау арқылы сенімділік арттыру. Яғни қорытындылай айтатын болсақ, өзін өзі бақылау спортшының кәсіби мәдениетінің және денсаулық мәдениетінің маңызды бөлігі. Ол спорттық жетістіктің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, әр спортшыны өз ағзасын түсінуге, жүктемеге бейімделуді тиімді жүзеге үйретеді. Өзін өзі бақылау дағдысы дамыған спортшы денсаулығын сақтай отырып, жоғары нәтижеге жететін саналы тұлға болып табылады екен. Бекіту үшін, яғни тест сұрақтар, яғни сіздерге білесіздер 10 сұрақ беріледі. Осы 10 сұрақты әрқайсысына дұрыс жауапқа қарай бағаланатын боласыздар. Яғни бірінші сұрақ жазылады, кейін вариантымен міндетті түрде дұрыс жауабы жазылуы керек. Осы берілген 10 тестті орындаймыз. Одан кейін берілген 10 тесттен кейін сіздерге үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы, яғни өзін өзі бақылау мен бапкер бақылауының айырмашылығы туралы сипаттама беріңіз. Екінші тапсырма, өзінің бір күндік жаттығудан кейін келесі көрсеткіштерді жаз. Яғни жаттығудан кейін және өз сезімін байқаған. Яғни пульс жаттығуға дейін қанша болды, жаттығудан қанша болғанын, тыныс алу жиілігін, көңіл күй жаттығуға дейін қалай болды, жаттығудан кейін қалай болды. Яғни шаршау деңгейін 1 мен 5 аралығында бағалап, дәптерге түсіріп, үй тапсырмасын орындаймыз. Бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет.